Қайсысы бірінші орындалады? Көбейту ме? Жоқ. Сәлем оқушылар, сендермен математика оп-оңай каналы. Бүгін 100% математика есептерінде кездесетін тақырып амалдардың орындалу ретін оп-оңай жолмен үйрететін боламын. Қалай ойлайсыздар? Қайсысы бірінші орындалады? Өз нұсқаңызды комментарийге жаза кетіңіз. Мұндай есептерде 3 ережені сақтау керек. Бірінші, жақшаның іші орындалады, екінші, көбейту және бөлу орындалады. Оның ішінде қайсысы бірінші тұрады, сол бірінші орындалады. Үшінші, қосу мен азайту орындалады. Онда да қайсысы бірінші тұрады, сол бірінші орындалады. Математиканы ең қызық жолдармен үйретемін. YouTube каналыма тіркелуді ұмытпа. Ал енді мына мысалды шығарып көрейік. Ереже бойынша бірінші жақшаның іші орындалады, яғни 10 алынған 8 тең 2. Екінші, көбейту амалын орындаймыз. 2 көбейту 5 тең 10. Үшінші, қосу амалы орындалады. 4 қосу 10 тең 14. Екінші мысал, бұл жерде азайту және қосу амалдары берілген. Қайсысы бірінші орындалады? Ереже бойынша қайсысы бірінші тұрады, сол бірінші орындалады. Азайту амалы бірінші тұр, сондықтан бірінші жолы 20-дан 15-ті аламыз, тең болады 5-ке. Екінші жолы 5-ке 4-ті қосамыз, тең 9. Тағы бір мысалды қарастырайық. Бұл есепте бөлу және көбейту амалдары берілген. Ереже бойынша қайсысы бірінші тұрады, сол бірінші орындалады. Яғни 16 бөлінген 2 тең 8. Екінші жолы 8 көбейтілген 4 тең 32. Ал енді мына есепті өзің шығарып көрші, жауабыңды комментарийге қалдыр. Оқушылар, бүгінгі сабақ ұнаса, лайк басып, өзіңнің ең жақын достарыңмен бөліс, олар да үйреніп алсын. Ал келесі сабақта сандарды, қосуды, азайтуды, көбейтуді және бөлуді баған түрінде үйрететін боламын. Қош, сау болыңдар.